Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қазақша өте дәмді чизкейк дайындаймыз. Чизкейк тары мен талқаннан жасалады, өте дәмді, керемет болып шығады. Кез келген тортыңыздан асып түсері сөзсіз. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Егер маған тіркелмеген болсаңыз, осындай керемет рецепттерді жіберіп алмас үшін тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен тарыны аламыз, 2-3 қайтара жуып аламыз тазалап. Оның үстінен ыстық сүтімізді құйып, бетін жауып бұқтырып қоямыз. Келесі кезекте бөлек ыдысымызға талқанымызды саламыз. Талқан мен тары ұнататындар осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Үстінен қант ұнтағын саламыз және де жақсылап араластырамыз. Қанттың өзін емес, қант ұнтағын салыңыздар, сол кезде жұмсақ әдем болып шығады. Үстінен ерітілген сары майымызды құйып, біркелкі масса болғанша біріккенше жақсылап қозғайтын боламыз. Осымен қамыры дайын, өте оңай дайындалады. Иісі мұрны жарарлықтай өте керемет болып шығады. Барлығын толығымен араластырып алды, осылай шашырап тұру қажет. Енді осындай ыдысымызға астына фольга орап қолдансаңыздар болады. Бұл жерде диаметрі 20 см етіп алдым. Енді астына талқанымызды барлығын салып шығамыз. Және де тығыздап пирогтың формасын шығаратын боламыз. Барлығын салып алып, шетіне бортики жасап, төменгі жағын стақанның көмегімен басып отыра, тығыздап пирогтың формасын жасаймыз. Қанша мөлшерде қосу керектігін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап көріп жасай берсеңіздер болады. Егер менің видеом ұнаса, видеоның астындағы поделиться батырмасын басып, достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісіп отыруды да ұмытпаңыздар. Осылай стақанымызды алып, түбін жақсылап басып, шеткі жағына осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай нығыздап форма жасасаңыздар болады. Міндетті түрде қатты нығыздап жасау керек, өйткені шашырап кетуі мүмкін. Жақсылап өзіңіздің қалағаныңыздай форма шығарғаннан кейін 20-30 минутқа холодильникке салып қойыңыздар. Кішкене қатып тұратын болады, сіз начинкасын дайындап болғанша. Мінекей осындай болып шықты. Енді начинкасын дайындаймыз. Ол үшін творожный сырымызға үстіне құмшекерімізді салып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз. Миксердің көмегімен араластырудың қажеті жоқ. Пісетін кезде миксермен араластырсаңыздар бетінде жарықтар пайда болуы мүмкін. Сондықтан осылай қасықтың көмегімен қантымыз бен творожный сырымыз біркелкі масса болғанша жақсылап араластырыңыздар. Келесі кезекте үстінен 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Тағы да қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз. Біркелкі болғаннан соң оның үстінен салқын сливкиімізді құямыз. Сливкиді құйып, тағы да жақсылап араластырып алыңыздар. Начинкамыздың да дайындалуы өте тез. Сливки міндетті түрде 33%-дан жоғары болу қажет. Сол кезде қою өте әдем болып шығады. Оның үстіне жаңағы бұқтырып қойған тарымызды сүтімен қосамыз. Және де енді венчикпен араластырсаңыздар болады. Біркелкі болу үшін венчикпен жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Пісіп жатқан кездегі иісін айта алмаймын, сондықтан міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Жаңағы дайындап қойған формамызды алып, оның үстінен начинкамызды саламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Пешті қатты қыздырудың қажеті жоқ, 100 градуста бар болғаны 1,5 сағат пісіріп аламыз. Сонымен біздің өте дәмді қазақша чизкейкіміз дайын болады. Осылай начинкасын құйғаннан кейін қасықпен бір тегістеп алыңыздар. Сонымен дәмді біздің чизкейкіміз дайын. Достар, осы және басқа да керемет оңай қазақша рецепттерді жіберіп алмас үшін, егер маған тіркелмеген болсаңыз, видеоның астындағы подписаться белгісін басып, қасындағы қоңыраушаны басып, все деген таңдап қойсаңыздар, жаңа видео шыққанда сіздерге уведомление барып тұратын болады. Осымен біздің өте дәмді чизкейкіміз дайын. Піскен соң толығымен суытып, міндетті түрде 3-4 сағатқа тоңазытқышқа салып қоюларыңыз қажет. Одан кейін толығымен суып, бетіндегі начинкасы қатқан кезде ғана барып кесіңіздер. 3-4 сағат холодильникте тұрды менің чизкейкім. Енді сіздерге кесіп көрсетейін. Көріп тұрғандарыңыздай өз формасын ұстаған. Өте керемет дәмді болып шығады.
Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Келесі видеода кездескенше.